Сәлем достар, бүгін сіздерге бетіңізді жұмсартып ылғалдандыратын масканың рецептін көрсетемін. Бұл маска барлық типтегі терілерге арналған. Ал бастамас бұрын каналыма тіркеліп лайк басыңыздар. Бұл мен үшін үлкен мотивация. Тағы да пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал біз бастаймыз. Бананның 5-тен 1 бөлігін аламыз. Оған 1 шай қасық сметана және Е витаминін қосамыз. Енді Е витаминінің осындай капсула түрі бар. 2 дана капсула жетеді. Сұйық түрі болса 10 тамшы қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Бұл маска бетіңізді тегістейтін, сергітетін, нәрлендіретін және жасартатын әсерлері бар. Банан құрамындағы қышқылдардың арқасында терінің бетінен өлі тері жасушаларын тамаша жояды және өңін жақсартады. Ал Е витамині теріні тегістеп, шаршау мен әлсіреу белгілерін жояды. Алдымен бетімізді жақсылап бетке арналған сабынмен жуып тазартып аламыз. Сосын маскамызды жағып шығамыз. 15-20 минут ұстаймыз. Содан жылы сумен жуып шығамыз. Нәтижесінде бетім жұмсарып, әдемі болып қалды. Аптасына 2 рет жатар уақытта істеуді кеңес берем. Ал видео ұнаған болса, қолдау білдіріп, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Жақын достарыңызға видеоны таратыңыздар. Сау саламат болыңыздар.